Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Жаз айының соңында күздің басы міндетті түрде қызанақтарымыз қызармай қалып қойып жатады. Оларды өсіру үшін қаншама күш пен еңбек жұмсалады. Мен сіздерге сол еңбектің зая кетірмей қызармай қалған қызанақтарымыздан тоңазытқышта 2 ай көлемінде сақтауға болатын салатты ұсынғалы тұрмын. Бізге керекті заттарымыз: қызармай қалған қызанақтар 3 келі, 2 дана тәтті болгар бұрышы, 2 дана қызыл ащы бұрыш, 1 бума аскөк, 1 бума ақ желкен, сарымсақтан 2 дана, яғни 2 головка керек. Қызармай қалған қызанақтарымызды орташасын 4 бөлікке бөліп, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Ал үлкендеу қызанақты 6 немесе 8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қызыл ащы бұрыштың 2 данасын қолдандым. Біріншісінің ортасынан жарып, ішіндегі дәндерін алып тастадым. Ал екіншісін сол дәндермен бірге дөңгелек етіп турап қостым. Егер сіздер ащы болғанын қаласаңыздар, дәндерін алмай турасаңыздар болады. Және 2 дана емес, 3 дана ащы бұрыш қосуға да болады. Маған қатты ащы керек емес. Қызыл тәтті бұрышымызды 4-ке бөліп, жолақшаларға кесіп аламыз. 1 бума ақ желкен мен 1 бума аскөкті майдалап турап қостым. Бұл салатымыздың ерекшелігі 1 тәуліктен кейін дастарханға ұсына беруге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Сарымсақтарымызды сарымсақ езгіш құрылғымен езіп алдым. Достар, видеом сіздерге ұнаған болса, лүпілдеріңіз бен төменде пікірлеріңізді аямай қалдыра кетіңіздер. Қантымызды стаканымыздың ортасы 150 мл-ге дейін толтырып қосасыздар. Сұйық майымызды да қант секілді стаканымыздың ортасы 150 мл құямыз. Алма сірке суынан мен дәл солай қостым. Егер сіздерде алма сірке суы болмаса, 9% сірке судан 150 мл қоссаңыздар да болады. Содан кейін 4 ас қасық толы тұз қосамыз. Барлық заттарымызды жақсылап араластырамыз. Араластырғанда иісі деген керемет болып шықты. Одан кейін бетіне табақ жауып 4 сағатқа қойып қоямыз. 4 сағаттан кейін біздің көкөністеріміздің шырыны бөлінді. Енді тағы да бір рет араластырып, банкаларымызға саламыз. Менде 2 литрлік банкадан 2 банка. Ұсынып отырған рецепт бойынша жасасаңыздар 4 литр салат шығады. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілерде осы видеомен бөлісе кетсеңіздер. Комментарий бөлімінде де пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Осымен біздің қызармай қалған қызанақтардан жасалған салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал.